Сәлем оқырман, бүгін сіздермен осындай қазақша үлгідегі бандананың сызбасын тігеміз. Әрі қарай келесі сабақта осының тігілу жолын салатын боламын. Видеоны соңына шейін қарап, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Банданамыздың сызбасын дайындау үшін алдымен кімге дайындап жатырмыз, баламызға ма, басқа адамға ма, оның бас өлшемін аламыз. Видео бойынша бас өлшемін алып аламыз. Менің жағдайымда 53 сантиметр болды. Мен 1 сантиметр қосып 54 етіп алдым. Оны жазбамда обхват головы 54 деп жазып қойдым. Негізгі біздің бас өлшеміміз 54 болды. Оған біз өз қалауымызша 30-40 сантиметр қосамыз. Яғни бұл байлауышқа арнайы қосымша беріп отырмын. Ендігі кезекте мынау дәл ортасында маңдайша тұсын өлшеп аламыз. Шамамен мен өзімнің басыма сәйкес 12 сантиметр алдым осы жерде өлшеген кезеңде. Соны 12 сантиметр осындай болып тұрады. Оны сызбаға сызамын. 12 сантиметр деп мен масштабын кішірейтіп сіздерге суретін салып отырмын. Сондықтан да бұның көлеміне мән бермеңіздер. Кейін үлкейтіп үлкен қағазға салатын боламын. Ұзындығын біз 40 деп аламыз. Барлық ұзындық бұл. Жаңа 30-40-қа қатысты емес. Одан кейін бұны біз 3 етіп дайындаймыз. Шамамен 25 сантиметрін тік төртбұрыш аламыз. Одан кейін қалған 15 сантиметрді біз 3 етіп осылайша карандашпен сызып аламыз. Бұл біздің банданамыздың негізгі ортасы болып табылады. Ортаңғы бөлігі осылай болып шығады. Енді келесі екі жан бөлігі доғалдау болып тұрған тұсын дайындаймыз. Оны өлшеп алған кезінде 54 негізгі бас өлшемі болды. Одан біз мынау маңдайша тұсын 54-тен 12-ні алып тастаймыз. Бізде 42 қалады. Оны екі жағына бөлу үшін 2-ге бөлеміз. Бізде сонда 21 қалады. Және мынау 30-40 деген қосымшаны біз 2-ге бөлеміз. Сонда мен шамамен 32 алдым. Сол 32-ні 2-ге бөліп 16-37 сантиметр қосатын боламын. Яғни әр жағына 37 сантиметрден қосып шығамын. Яғни ұзындығы осындай болады. Яғни біз сызба бойынша осы көрсетіп отқан бөлігіміз, жан бөлігінің ұзындығы 37 сантиметр, екі жағынан да 2 дана етіп сызып аламыз. Ол үшін видеоға мұқият қараймыз. Жаңағы айтқандай, мен кішірейтіп сызып отырмын. Бастапқы ұзындық сызған 37 сантиметр. Одан кейінгі мынау бөлігі көрсетіп отқан ең биік нүктесін мен 12 сантиметр етіп алдым. Яғни 12 сантиметр біздің бас өлшемімізге қарағанда ыңғайлы, және мен қайырып тігу 1 сантиметрінде бірден жасап отырмын. Сонда ескересіздер. Бастапқы нүктесіне 8 сантиметр алып аламын. Одан кейінгі содан жоғары қарай 12 сантиметр сызып аламын. Сол нүктелерді барлығын енді қосып шығамын, доғалдау етіп. Енді алдыңғы маңдайша бөлігін бізде 5 сантиметр етіп аламыз. 5 сантиметр. Соны жаңа 12 сантиметр нүктемен доғалдау етіп жоғарыға көтереміз. Одан кейін байлайтын бөлігі бізде 5-7 сантиметр. Мен өз кезегімде 6 сантиметр етіп алдым. Яғни мынау көрсетіп отқан бөлік менде 16 сантиметр. Жоғарысын өлшеп аламыз. Яғни осы қосындыларды бір-бірінен мұқият түрде есептеп шығаруымыз керек. Мына бөлікті, байлауыш бөлігі, бұл 5-7 сантиметр етіп алсаңыздар жеткілікті.
мен барлық нүктелерді өзара қосып алдым. Яғни 5 сантиметрлік, 12 сантиметр нүктені және 5-7 сантиметрді мен 6 сантиметр етіп алдым. Осы нүктелердің барлығын қосқан кезде менде осындай көлемде бандананың жан бөлігі шықты. Кейіннен мен бұны үлкен размерде өзінің масштабында картон қағазға сызып алып, кейіннен бірнешеуін тігуге ыңғайлы етіп жасап аламын. Әрмен қарай осының тігілу барысы келесі видео сабақтарда болады. Міндетті түрде қарап, лайк басуларыңызды сұраймын.